Кезек жеуді ғылымда геофагия деп атайды. Мамандар топырақтың құрамында болатын кремнийдің микроэлементтерге өте бай екенін айтады. Қанша пайдалы болса да, қазір қаназдық, бауладағы құрт пен бүйректегі құмның жиналуы көптеп кездеседі. Мұның бәрі кесекті жеудің салдары. Мен соңына дейін көріп, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Кесекті әсіресе аналардың үйінде жағалай сатылатын бір кесек топыраққа аңсары алаңдатарлықтай жағдай. Еңлік Саттарова дәл осындай тәуелділігінің неден басталғанын айтып берді. Ол осы кезге дейін күніне 1 килограмм топырақ жеген. Егер қалтамда кесек болмаса, қабырғаны жағалай иіскеп шығамын. Тіпті картоп ашығанда сыртындағы топырағына су тиіп иіс шықса, оған да аңсарым алып жегім келеді деп тұрады. Мүмкін күлкілі көрінетін шығар, бірақ кейде өзімнен өзім ұяламын. Сырт көзге жындыдай көрінемін. Үйде жалғыз жеңгем бар еді. Жүкті кезінде кесекке деген жеріктігі қатты болды. Қытырлатып жегеніне қызығып, бір тістеп көрдім. Міне содан бастап бұл тәуелділікті тоқтата алмай әлекпін дейді. Мамандар саз кесекке зерттеу жүргізіп, нәтижесінде қорғасынның 0,14%, кадмийдің 0,43%, мыстың 0,46%, ал мырыштың 3,5% табылған. Бұл көрсеткіш нормадан аспайды. Асып кеткен жағдайда адам денсаулығына зиян тигізеді екен. Кесек жеуден құтылу үшін не істемек керек? Оны дәрігерлер бірнеше себеппен түсіндіреді. Бірі дәріханадағы кальций глюконатын пайдалануды ұсынса, екіншісі ағзаға жетпей тұрған кальцийдің орнын алмастыратын өнімдерді жеуге кеңес береді. Кесектің құрамында түрлі паразиттер болады. Қанша дегенмен ол топырақ белгілі бір тексеруден өтпеген не тазартылмаған. Ондағы паразиттер кесек арқылы адам ағзасына түскен соң дамиды, үлкейеді. Себебі адамның жеген тамағымен қоректенеді. Ал сыртқа шығаратын нәрсі адам денесіне у болып сіңіп, зат алмасу процесін бұзады. Нәтижесінде зат алмасу бұзылған адам аурушаң болады. Тұрғындар саз кесек жеу қаназдық ауруына әкеледі деп түсінеді. Керісінше, осы аурумен ауыратындар саз жегендер дейді. Көне деректерде ғалымдар топырақ не балшық жеуді тыйған. Олар топырақ жеу адам денсаулығына зиян тигізеді деген негізге сүйенген. Десе де қазіргі медицина керісінше топырақтың адамның ішек құрылысына пайдасы барын айтады. Асқазанға түскен топырақ паразиттер мен токсиндерге қарсы қалқан іспетті дейді. Өйткені топырақтың құрамында адамға пайдалы темір, цинк, кальций секілді химиялық элементтер бар делінген. Сондай-ақ дәрігердің кеңесіне сүйене отырып, арнайы сатылатын тазартылған топырақ жеуге кеңес береді. Бұл пікір жоғарыдағы дәрігердің сөзіне қарама қайшы. Ал енді кімдігі дұрыс, кімдігі бұрыс екенін бағамдай беріңіз. Қасиетті Құран кәрімде адамзат топырақтан жаратылған дәлелденсе, бұл сол топырақ адамға пайдалы деген сөз емес. Тәуелділігіміз жеген кесектен басылса да, оның асқазанға тас болып ұялып жатқанын естен шығармаған абзал. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер.